Сәлем достар, сіздермен бірге Мақсат Тұрсынбайұлы, немесе фотограф Тимакс. Мен фото-видео саласында еңбек еткелі 14 жылдан асты. Алғашқыда әншілерді көру арман тұғын. Сөйтіп уақыт өте келе өнер жұлдыздарын фотоға түсіріп, бірге бір дастарханда да болып, соңында жора жолдас та болып кеттік. Кейін басқа қалаларда да той түсіргім келді. Ол да орындалды. Талдықорған, Шымкент, Жезқазған, Астанада да түсірдім. Түрлі транспорттарда да түсірілім жасадым. Қымбат-қымбат автокөліктер, катер, яхталар, жеке ұшақта да, және де тік ұшақпен де. Тіпті сол тік ұшақпен ұшып та көрдім. Түрлі зәулім сарайларда да түсірдім. Ендігі арманым шетелге барып, love story түсіру болатын. Кем дегенде Дубайға баруды армандадым. Керемет отбасымен таныстым. Сол кісілердің ұлы мен келінін кезекті маусымдық, яғни қыс, көктем, жаз, күздік love storyге бет бұрдық. Қыста Шымбұлақтан бастадық. Шаңғы тебу тақырыбында. Көктем келе Ридс-Карлтонда түсірдік. Сөйтіп жазғы демалысқа қоңырау түсті. Мақсат, шетелге шығатын болдыңдар. Төл құжатың дайын ба деді. Әрине мен қуана дайын дедім. Ешкімге тіс жармадым. Мақтанып айтып, бармай қалсам ұят боп қалар деп. Сөйтіп құжаттардың бәрін жинап, өкілдікке өткізіп қойдық. Сейсенбі өтеді, сәрсенбі өтеді, хабар жоқ. Осыдан тура бір жыл бұрын 26 маусым күні дәл осы жерде үйімнің бұршаткасын қалап отыр едім. Сөйтіп, кешкі 5-терде маған қоңырау түсті. Сәлематсыз ба? Мақсат, ертең Францияға, Парижге ұшатын болдыңдар. Дубай деп, ғашықтардың отаны Парижден бір-ақ шықтым. Әрине бұл арман көп жылдардан бері фото-видео саласында жақсы нәтижемнің көрсеткіші деп білемін. Тәжірибе, табандылық, әр 2-3 жылда апгрейд, ең бастысы сапалы қызмет. Көп кісілердің алғысы, және де өз ісіме деген шексіз махаббатым. Алла тағалам сол еңбегімді бағалаған болар, сансыз шүкір. Келесі жолы мүмкін сізбен барармыз Парижге. Дайын болыңыз. Рахмет назарыңызға. Лайк басып, пікір қалдырыңыздар.